Саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңыздар. Бүгін біз әділ Қазақстан жауапты азамат прогрессивті ұлт атты тәрбие сағатымызды бастаймыз. Мақсатымыз оқушылар бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыра отырып, екінші азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру, үшінші бірлік пен тәртіпті. Осы топ бойынша бірінші топ әділдік тобы, екінші топ жауапкершілік тобы және үшінші топ прогресс тобы. Ұлттың болашағы тәрбиелі ұрпақ. Тәрбиелі ұрпақ жауапты азамат. Жауапты азамат прогрессивті ұлттың тірегі. Бүгін біз ұлттық құндылықтардың біртұтас тәрбие жүйесіндегі рөлін іс-әрекет арқылы көрсетеміз. Олай болса, балалар, сіздерге бүгін әртүрлі жағдаяттар мен тапсырмалар береді. Сол тапсырмалар мен әрбір орындаған жағдаяттар орындаған сайын ұпай беріліп отырады. Сондықтан да барлықтарыңыз жауапкершілікпен, бар ынталарыңызбен қатысуларыңызды сұраймын. Бірінші кезең, балалар көріп отырғандарыңыздай, тапсырма. Бірінші топ постерге ұлттық құндылықтарды орналастырып, ұлт бейнесі қандай деген сұраққа жауап береді. Бұны біз жауапкершілік тобына берейік. Ал екінші, яғни бізге тіл, дәстүр, бірлік, білім, еңбек, намыс, отан, спорт туралы сөздер беріледі. Және де екінші топқа ұлттық тағамымыз етті астауға жөн жоралғысымен салу беріледі. Ал үшінші топқа киіз үй жабдықтарын табу беріледі. Жауапкершілік тобы сіздерге берілген сұрақ ұлт бейнесі қандай деген сұраққа жауап беру керек. Тіл, дәстүр, бірлік, білім, еңбек, намыс, отан, спорт сөздерін қолданып, сол бойынша айтып кетулеріңіз керек. Дайынсыздар ма? Ұлт дегеніміз ең бірінші ұлттың тілі және дәстүрі. Яғни айтқанда, мысалы қазақ ұлтын алатын болсақ, біздің тіліміз бар және өзіміздің дәстүріміз бар. Сонымен қатар біз осы спорт жағынан да бүкіл елге танымалымыз. Және бізде бірлік, білім бар. Барлығымыз бір тудың астына бірлесіп халық болып отырмыз. Рахмет. Ұлт бейнесіне сонда не кіреді екен, балалар? Осы топтан қосатындарыңыз бар ма? Ұлт бейнесі деп айтқан кезімізде бізге жаңа айтып кетті Аида. Тіліміз кіреді, дәстүріміз кіреді, салт дәстүріміз, спорт кіреді, қазақ дәстүр, салт дәстүріміз, қазақ намысы, тәрбиесі, осының барлығы ұлт бейнесіне кіреді екен. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Еңбек, бәрін еңбек деп айтып кеткен екен. Рахмет. Келесі топ. Біздің тәлімгерлерімізді қыздар жасарма, қыздар бір жағынан ұстасаңыздаршы келіңіздер. Келіңіздер. Тәлімгерлер жігіттерді ұстап қойғанымыз ұят болады. Альбина. Прогресс тобына екі астау берілді қамырмен. Осының екі астауға ет жасау керек болатын. Сол бойынша қазір жасап келген екен. Сол бойынша айтып кетсеңіздер, таныстырып. Енді бізде бас, жамбас, тоқпан жілік, бел омыртқа, сосын екі үлкен қабырға, бір тілім сүбе, бір тілім құйрықмай дегендер ол құдалардың, ақсақалдардың және яғни үлкен кісілердің алдына қойылады. Ал енді екінші астауымызды таныстырып кетіңіз. Екінші астауымызды яғни ортан жілік, бел омыртқа, екі қабырға, сүбе, құйрықмай дегендеріміз олар орта жастағы ер адамдарға қойылатын болып келеді. Ал кәрі жілік, екі қабырға, сүбе, құйрықмай дегендеріміз орта жасқа жетпеген ер азаматтарға қойылады. Тоқатай жілік, екі қабырға, сүбе, құйрықмай дегендеріміз жастар, яғни ер әйелдерге, жас ер әйелдерге қойылады. Сонда сіздер жастарға арналған астаумен үлкен
құдаларға арналған астау жасадыңыздар, иә? Рахмет. Балалар түсінікті ма? Сіздер әділдік тобы, сіздердің тапсырмаларыңыз ашық тұр. Келіңіздер. Әсел, келе қойыңыз. Бірінші, айта беріңіз. Біріншісі шаңырақ. Біріншісі шаңырақ. Кереге. Кереге қайсысы? Кереге. Кереге 3, сосын дейін. Маңдайша дейді. Маңдайша. 6 ма? 6. Сықырлау. Сықырлау қайсы? 5. Топтан көмектессеңіздер болады. Уқ. Уғымыз біздің 2. Айта беріңіз санмен. Босаға. Босаға 4. Барлығы қойылып бітті ма? 7 қалып кетті ғой. Табалдырық. Жоқ, босаға 7. Босаға 7. Табалдырық 4. Босаға 7, табалдырық 4 ба? Тексеріп көреміз ба? Топтан. Ал ондай болса тексеріп көрейік. Босаға мен сықырлауықты шатастырыппыз, иә? Ендігі ары қателеспейік. Рахмет. Отыра қойыңыздар. Топтық жұмысқа 3 топқа да өте жақсы деген қоямын. Сондықтан да сіздерге мынандай бір карточкадан берейін. Осы сіздердің, яғни ұпайларыңыз болып табылады. 10 ұпай. Екінші кезең балалар. Әр топқа жағдаят беріледі. Қарап отырсаңыздар, бірінші жағдаятымыз, қараңыздар, мектеп мүлкін бүлдіру. Екінші, қоршаған ортаға немқұрайлы. Үшінші, әлсізге қысым көрсету. Осындай жағдаят болды. Мектепте бірінші топ, яғни мектеп мүлкін бір оқушы бүлдірді. Оған сіздер қалай қарайсыздар? Екінші, қоршаған ортаға немқұрайлы, яғни шашып отырған жерлерін ластап кетті. Осы жағдайда сіздер көріп тұрсыздар. Қандай іс-әрекет жасайсыздар? Мен не істеймін? Неге? Және бұл қай құндылыққа жатады? Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Үшінші, әлсізге қысым көрсету. Ал енді топтар қай сұрақ жандарыңызға жақын болды? Сол сұрақты алып жауап берсеңіздер. Қай топ дайын? Жауапкершілік тобы дайын екен. Олай болса, Жансая, ал айта қойыңыз. Біз мектептің мүлкін бүлдіру сұрағын алдық. Мен ол кезде не істеймін? Мен оны тоқтатуға тырыссам, жанұясының жетекшіге айтамын. Себебі мектеп біздің ортақ үйіміз. Және де оны қорғау бүкіліміздің ортақ міндетіміз. Қандай құндылыққа жатады? Менің ойымша бұл құндылық жауапкершілікке, адалдыққа және тәртіпке жатады. Және де мен қысқаша қорытындым. Жауапты азамат ортақ мүлікті қорғайды. Рахмет. Яғни біз мектеп мүлкін өзіміздің үйіміздің қарауымыз керек. Келесі жағдаят. Ал екінші топ, екінші жағдаятқа қоршаған ортаға немқұрайлықты. Қай топ? Прогресс тобы. Ал Ерсайын. Қоршаған ортаға немқұрайлы. Бірінші, мен не істеймін? Мен сол адамның өзіне ескертіп, қоқысты арнайы жәшікке тастауым керек. Неге? Яғни таза орта ол өзіміздің денсаулығымыз. Және де табиғатты қорғау әр адамның міндеті болып саналады. Қай құндылыққа жатады? Отансүйгіштік, жауапкершілік, осыларға. Қысқаша қорытынды, жауапты азамат табиғатты қорғайды. Табиғатсыз күні жоқ, мұнайтуға табиғаттың тілі жоқ дегенде, иә? Ал енді үшінші топ, әділдік тобы. Дайынсыздар ма? Ал, айта қойыңыздар, үшінші топ. Сіздерге жағдаят әлсізге қысым көрсету. Айта қойыңыздар. Жағдаят әлсізге қысым көрсету. Мен не істеймін? Әлсізді қорғаймын және үлкендерге хабарлаймын. Неге? Әр адам құрметке лайық, ешкімді қорлауға құқысы жоқ. Қай құндылыққа жатады? Бірлік, әділдік, мейірімділік. Қысқаша қорытынды. Жауапты азамат әділ және батыл болады.
осындай бір мектептегі оқушыны қорлап жатқанын көрсеңіздер, қысым көрсетіп жатқанын көрсеңіздер, немқұрайлы болып қарамай, қандай да бір өздеріңіз жақтан бір іс-әрекет жасауларыңыз керек екен, иә? Немқұрайлық танытпауыңыз керек екен. 3 топта жақсы жауап берді. Осы бойынша 2 жұлдыз, 1 тілек бойынша бағалап жіберейікші. Қай топ жақсы жауапкершілік? Қайсысы топ жақсы жауап берді? Жауап беріп жіберейікші 3 топта. Келіңіздер. Бірінші, сәби дүниеге келгенде берілетін сүйінші түрі қалай аталады? Көрімдік, шілдехана. Көрімдік. Жарайсыздар. Келесі, ұлттық құндылықтар. Шежіре дегеніміз не? Ата текті тарату. Ата текті тарату. Оң жақ босағасы кімнің орны саналған? Жарайсыздар, өте дұрыс. Жауапкершілік тобы сіздер алда келатсыздар. Ұлттық ойын ас үстіндегі тартыс қалай? Жоқ, ат үстіндегі тартыс па? Жоқ, ол деген көкпар емес. Яғни жауабы аударыспақ екен. Кереге басын біріктіретін қайыспау қалай аталады? Уықпау, шаңырақпау, таңғыш, уықпау. Дұрыс. Келесі. Наурыз мейрамындағы басты тағам. Наурыз көже. Дұрыс айтасыздар. Тұсаукесер рәсімінде алажып нені білдіреді? Байлық, мықтылық, ұзақ өмір, адалдық. Дұрыс. Ең алғашқы қазақ операсы қалай аталады? Абай, Біржан Сара, Қыз жібек, Еңлік кебек. Дұрыс айтасыздар. Қыз жібек. 7 қазынаның бірі ер қанаты деп нені атаған? Жүйрік ат. Дұрыс айтасыздар. Келесі, киіз үйдің жақтаулары қалай аталады? Босаға, терезе, маңдайша, есік. Босаға. Дұрыс айтасыздар. Қыз ұзату тойында айтылатын дәстүрлі жыр. Сыңсу, айташар, жаржар, қоштасу. Сыңсу. Дұрыс айтасыздар. Міне, яғни сұрақтардың барлығына дұрыс жауап бердіңіздер. Бір ғана сұрақтан қателестіңіздер, жарайсыздар. Ал олай болса, біз бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. 3 топтың ішінде жақсы жауап берген жауапкершілік тобын мен қандай азамат болғым келеді? Кішкене ғана қысқаша айтып кетсеңіздер. Бүгінгі тәрбие сағаты бойынша қорытындылау мақсатында. Мен қандай азамат болғым келеді? Айта қойыңыз. Еліне адал азамат. Жарайсыз. Амина, айта қойыңыз. Дәстүрін сақтайтын, мәдениет мен дәстүріне құрметпен қарайтын азамат. Жарайсыз. Ал тағы 3-ші топтан, прогресс тобынан. Әділ азамат. Әділ, білімді, сосын мейірімді болғанымыз. Рахмет. Олай болса, бүгінгі тәрбие сағатымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.